Бауыржан Байбекке қарсы қылмыстық істің қозғалғаны жайлы ақпарат шындыққа жанаспайтын болып шықты. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлады. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өтінішіңізді қарап, аталған тұлғаның қылмыстық істер бойынша күдікті болып табылмайтынын хабарлайды, деп хабарлады Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында Бауыржан Байбектің Алматы әкімі болып тұрған кезінде жемқорлық жасады деген күдікке ілінген жазған болатын. Естеріңізге сала кетсек, қаңтар оқиғасынан кейін Бауыржан Байбек Нұр Отан партиясының саяси кеңесінен шығарылған болатын. Ақпан айының басында ол партия төрағасының орынбасары қызметінен кетті. Сондай-ақ ол мемлекет басшылығынан кеткен Нұрсұлтан Назарбаевты жата жамандау елдігімізге, азаматтығымызға сын деп айтқан болатын. Маусым айында Байбекті Ыстамбұл әуежайында байқап қалған. Шілде айында ол солтүстік Кипрде демалыста суретке түскен.